Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін ерекше дәмді, жасалу жолы оңай осындай шорпа тағамын әзірлетін боламыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен етті жақсылатып жуып, қазанымызға салып 1,5-2 сағаттай пісіріп алатын боламыз. Ет менде сиырдың еті, кез келген етті пайдалануға болады. Көкөністерден картопты пайдаланамыз, сәбізді, тәтті балғар бұрышын, помидор және де бізге бір пияз керек болады. Картопты видеодағыдай ірілетіп турап аламыз. Менде 3 штук осындай үлкен данадан картопты пайдаландым. Келесі кезекте сәбізді де дәл видеодағыдай барлығын әдемілетіп турап шығатын боламыз. 1,5-2 сағаттың ішінде етім жақсылап пісіп қайнап болды. Енді қайнап жатқан сорпаға картоп, сәбізді салып, 15 минуттай жақсылатып пісіріп алатын боламыз. Одан кейін 1 пиязды саламыз, 2 лавр жапырағын саламыз, дәміне қарай тұз, бұрыш, хмели, сунели болса, бұл дәмдеуіштен де сәл қоссаңыздар болады. Және де шорпамызға дәм беру үшін осындай бұрыштар қосындысынан да сәл ғана салатын боламыз. 10-15 минуттай картопты қайнатып болғаннан кейін енді жарты помидорды, яғни қызанақты тәтті балғар бұрышын салып, тағы да 30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей, шорпа тағамыз дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Сонымен қатар достар, қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыздар, қандай да бір осындай жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келетін болады. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.